Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бүтін қызанақты тұздау әдісін көрсететін боламын. Мен де рецептке арнап түсірдім, сол үшін азғантай 2 банка ғана жаптым. Бізге қажет заттар қызанақ, бүтіндей әрине, және де қалауларыңыз бойынша тәтті бұрыштан, болгар бұрышы, яғни қара бұрыштан сондай дөңгелек түрін қолданасыздар, және аздап сарымсақ, лава жапырақтарын қолданатын боламыз. Стерленген таза банкаларымызға алдыменен бұрышымызды, лава жапырағын салып аламыз, және де қызанақтарымыздың барлығын сыйғанша әдемілеп салып шығатын боламыз. Менде осындай үйдің қызанақтары өзіміз еккен, осындай майда түрлерін банкаға қолданған өте әдемі кетеді. Сол үшін осылай әдемі қылып банкаға жауып шықтым. Осылай сыйғанша барлығын ағыздап салып шығамыз. Қатты басып жібермеңіздер, қызанағымыз езіліп кетуі мүмкін. Және де осы аралықта су қойып қойыңыздар қайнатуға. Арасынан осы болгар бұрышын және де сарымсағыңызды, лав жапырақтарын осылай тастап салып отырсаңыздар болады. Кепкен укропты қалаларыңыз бойынша салсаңыздар да болады. Менде ол орынды көп алады деп ондай заттарды салған жоқпын. Енді келесі банкамызға да дәл солай немесе арасынан салып отырсаңыздар, немесе барлығын бірден астына салып тастасаңыздар да болады. Айырмашылығы жоқ, өзі су құйған кезде жоғарылай шығатын болады. Келесі банкамызға да дәл солай қызанақтарымыздың барлығын сыйғанынша әдемілеп салып шығамыз. Құрметті оқырмандарым, видеоны көре отырып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеле кетіңіздер. Және де ұнап жатса, лайк, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер болады. Кей банкаларымыз әдемілеп жайғастырып алдық. Енді оның үстінен қайнаған суымызды толтырып құйып, қақпағын жауып, 20 минутқа қалдыратын боламыз. Жиырма минут өткеннен соң осылай суын төгіп тастаймыз. Келесі тағы да су қайнатып қоямыз. Осы әдіспенен екінші су құйғанымызда банкамыз дайын болады, бұрап жаба беруге болады. Мінекей дайын қызанақтарымыздың үстінен 1,5 ас қасықта тұзды саламыз. Сіздердің банкаларыңыз 2 литр болса, 2 ас қасықты саласыздар, қатты толтырып жібермей. Және де қатты толтырмаған күйде 1 ас қасықта шекер салып жібереміз. Және де үстінен қайнап тұрған суымызды құйып, құямыз, және де үстінен 1 шай қасықта уксусты құйып, банкамызды бұрап жауып аламыз.
уксусымыз осы банкаға арналған 70% болуы қажет. Оны араластырып жібереміз. Құйғаннан соң енді қақпағын жауып, жақсылап бұрап алатын боламыз, ауа кірмейтіндей етіп. Дәл осы әдіспен жауып көріңіздер, банкаларыңыз ешқандай да атылмайды, қысқа жақсы сақталатын болады, және қыстың күні рахаттанып, палау немесе қою тағамдарменен, бешбармақ тағамдарменен ұсынсаңыздар өте керемет үйлесетін болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін.